Сәлеметсіз бе жас дос? Бүгін біз менің туған өлкем бөлімі бойынша туған жерім жуалым тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабақтың оқу мақсаты әңгіме хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып, кейіпкерлерге сипаттама жасау. Оқу мақсатын тереңірек түсіну үшін теориялық біліммен танысыңыз. Поэзиялық шығарма дегеніміз өлең үлгісіндегі әдеби туынды. Әңгіме дегеніміз оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма. Ал кейіпкер дегеніміз көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, яғни әдеби образ. Ал енді біз мақсатқа жету үшін не істеу керекпіз? Бірінші, мәтін мазмұнына байланысты құрылған тест сұрақтарына жауап береміз. Екінші, мәтіндегі кейіпкерге сипаттама жасаймыз. Қазір біз үлгі мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Алғашқы оқылымалды кезеңнің бірінші тапсырмасы. Сөздер болтындағы мақалды оқыңыз. Берілген сөздерді қатыстырып, тақырыпқа сай мақалды анықтаңыз. Екінші тапсырмада берілген сөздердің синонимін сәйкестендіру арқылы табыңыз. Ол сөздер бұлақ, тамылжу, көркем, өбу, үміт, қойнау, сырға бүгу. Келесі, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Ал енді оқылым кезеңінде туған жерім жуалым тақырыбындағы поэзиялық шығарманы мұқият оқып шығыңыз. Және осы оқылым мәтінге байланысты бірінші тапсырманы орындаңыз. Бұл тапсырмада тест сұрақтарына жауап беріңіз. Әр сұрақтың тұсындағы 4 жауап нұсқасының біреуін белгілейсіз. Ол сұрақтар: автор не туралы жырлайды? Бала кезі қайда өтті? Мәтінге сәйкес емес ақпаратты табу. Ақын өлеңінде нені жырламақ болады? Кейіпкерді не көңілдендіреді? Берілген сөз тіркесінің мағынасын анықтау. Сонымен қатар берілген жолдардан қандай сұрағына жауап беретін сөз тіркесін анықтау. Мәтіннің қай жанрда жазылғанын табу. Және мәтіннің басты кейіпкерін анықтау. Тест сұрақтарына жауап беріп болғаннан кейін екінші тапсырманы орындаңыз. Мұнда мәтіннің басты кейіпкерін сипаттаңыз. Мәтінге сүйене отырып, 5-6 сөйлеммен берілген сөздерді пайдаланып сипаттау мәтін құрыңыз. Және оқылым соңы кезеңінде сабақты қорытындылай отырып, Попс формуласы арқылы туған өлке тақырыбында өз ойыңызды
4 сөйлеммен білдіріңіз. Әңгіме хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып, кейіпкерлерге сипаттама жасау мақсаты бойынша сабақ аяқталды. Сау болыңыз.